Ұлдар Абдукаримованың банк табалдырығын тоздырғанына 6 айдан асқан, алайда әлі күнге ақшасының бір тиынын қайтарылмапты. Менеджерлер әр келгенде әртүрлі сылтаумен шығарып салады екен. Депозиттегі 2.300.000 теңгенің соңында жүріп, таяуда күйеуі ана дүниеге аттаныпты. Ұлдар Абдукаримова марқұмның 40 күндік асын беруге ақша таппай жүрмін дейді ашынып. Күйеуім өзі ауру еді, осының кесірінен күйеуім де қайтыс болды. Сол ақшамды мен аламай отырмын. Бүгін кел, ертең кел, 1 миллионнан береміз деп еді, 1 миллион да жоқ. 1 июньға дейін аласыздар деп еді, міне бүгін 1 июнь қанша халық тұр мына жерде. Келсем, міне ақша бермей жатыр міне. Сонда мен күйеуімнің әлі ешқандай қырқында ешқандайын жасаған жоқпын. Сонда бұл халықты алдау ма? Кімге сенеміз біз сонда? Астана банкінен ақшасын даулап жүргендердің бірі Надира Шакирова. Ол қызының еміне деп жинаған 1 миллион теңгесін депозитке салып та сөйтіп, уақыты келгенде қажетті соманы сұрап банкке келген. Ал мұндағылар ондай мүмкіндік жоқ депті. Тіпті өз қаржысын қайтарып алу үшін ауруханадан құжат алып келуін талап еткен. Қалтамызда жүрсе жаратып қоямыз деп, жиналсын деп салған мақсатта салғанбыз ғой. Енді мына қазір қызымның лечениясыға ақша керек болып жатыр. 1,5-2 айдан бері күнде барамыз. Ертең арғы күні, 1 июньдан деген 1 июнь барсақ головнойға барыңыздар деді. Головнойға келсек, қазір айтады, заявление жазыңыз, что сізге қызыңыздың лечениясыға ақша керектігі туралы дейді. Сонда біз өз ақшамызды өзіміз жексұрын болып жалынып алуымыз керек па? Мен білмеймін даже куда обратиться. Я даже не знаю. Арыз жазып, ауруханадан құжат жинау бос әурешілік. Банк бәрібір ақша бермейді. Бұл баласына ота жасату үшін керек соманың соңында жүрген Нағима Ережепованың пікірі. Айтуынша қаржы ұйымы сұратқан құжаттардың барлығын өткізген, бірақ мұндағылардың сылтауы таусылар емес дейді. Оны коммерческий бірінші операциясы өтті. 4 операция істелу керек деген справка өткізіп тұрмыз. Ал енді келесі справка врачтан әкеліңдер деп біздің өз ақшамызды шығармай тұр. Себебі біз Астанада ақша сұрап тұрған жоқпыз. Үкіметтен ақша сұрап тұрған жоқпыз операция жасауға. Бізге үлкен ақша керек, соның справкасын жина деп бізді өте жаңағы қиын жағдайға түсіріп тұр. Депозит төңірегіндегі дүрбелең осыдан 2 ай бұрын басталған еді. Сол кезде Астана банкінің басшылығы салымшылардың ақшасын бөліп қайтарамыз деп ант ішкен болатын. Бірақ миллиондаған қаржыны былай қойғанда студенттер стипендиясын, жұмысшылар жалақысын ала алмай жүр. Астана банкі 22 сәуір және 2 мамыр аралығында аударымдар мен ақша шешуге уақытша шектеу қойып отыр. Соңғы жағдайларға байланысты салымшыларға хабарлаймыз. Біз қазір осылай жасауға мәжбүрміз. Дегенмен, жеке тұлғалар бір шоттан тәулігіне 200.000 теңгеге дейін шешіп алуына немесе аударуына болады. Ал ірі көлемде қаржы салғандарға аптасына 1 миллион теңгеден беріледі. Қазіргі таңда ұлттық банк осы жылдың 28 мамыры мен 29 тамыз аралығында Астана банкі акционерлік қоғамының жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдауға, жеке тұлғалардың жаңа банк шоттарын ашуға лицензиясын тоқтатқан туралы ресми хабарлады. Нұрсұлтан Тұрысбеков, Дастан Абдиев, Абзал Тұрабеков, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.